Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін ташкентский плов жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, түсі ерекше, дәмі керемет болатын, қазанның астына жабыспайтын, қонақтарыңызға ұнайтын пловты жасайтын боламыз. Ал ендеше кеттік. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша етті ірілеп турасаңыздар да болады, немесе майдалап турасаңыздар да болады. Пиязымызды қосып, осылай жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Одан кейін сәбізімізді қосып 6-7 минуттай қуырып аламыз. Қыздар, сәбізімізді осылай ірігіп тураймыз. Піскен кезде майдаланып бөлініп кететін болады. 4 кесе суымызды құямыз. Ерекше сары түс беру үшін күркума қосамыз, зира және ноқатты қосамыз. Ноқатты алдын ала 2-3 сағатқа ыстық суға салып қоямыз. Араластырып, қазанымыздың бетін жауып, 30-40 минутта етіміз піскенше осылай жақсылап қайнатып алып, етімізді пісіріп аламыз. Одан кейін 2 кесе күрішімізді салып, араластырып, газымыздың астын қатты қойып, суы тартылғанша жақсылап қайнатып аламыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай жақсылап суы тартылды. Одан кейін бетін целлофанмен жабамыз. Газымыздың астын басып, крышкасын жауып қоямыз. 30-35 минуттай піседі. Целлофанымызды алып тастаймыз. Өздеріңіз көріп отырғандай біздің ташкентский пловымыз дайын болды. Міне, бір-біріне жабыспаған, шашылып тұр. Өте түсі де әдемі болған. Ноқатымыз да жұп-жұмсақ болып піскен. Толық рецепті видеоның астына қалдыратын боламын. Менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сіздерге ұнағанына қуаныштымын. Пловымыздың жанына ачушек салатты қосып беруді ұмытпаңыздар. Ас болсын.